Жалпы адам баласы жаратылысынан қарым-қатынасқа, басқа адамдармен байланысқа мұқтаж екен. Тумасынан, яғни Алла Тағала жаратқаннан бері оны бір-біріне мұқтаж етіп жаратқан. Ешқашан әрбір адам жеке-жеке өмір сүре алмайды. Яғни ешкіммен байланыссыз өмір сүру мүмкін емес. Жалпы достық ол Алланы еске салып тұратын дос болу керек. Әрдайым көрген кезде белгілі бір адамдар болады. Көрген кезде мысалға намаз есіңе түседі. Екінші бір достар болады, көрген кезде Құран есіңізге түсуі мүмкін. Тағы бір достарыңыз бар, жаңа кісіні көргенде ата-ананы сыйлау есіңізге түсуі мүмкін. Өйткені ол ата-анасына қарым-қатынасы өте жақсы. Тағы бір достар бар, көрген кезде туыстық қарым-қатынастарыңыз арта түседі. Сол сияқты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің жаңа хадисінде әл-мару аля дини халилихи фалянзур ахадукум ман юхалил. Адам өзінің досының дінінде. Және әрбір адам өзінің кіммен дос болатынына көз салсын дейді. Жаңа айтқанымдай, сіздің досыңыз қандай, сіз де сондай қарым-қатынаста боласыз. Ибн Абу Имран деген кісі, Абу Зар деген пайғамбарымыздың сахабасын іздеп жүрсе, жаңа кісі мешітте жалғыз өзі отырады дейді бір бұрышта. Сөйтіп жаңағы Абу Зарға барып, Ибн Абу Имран деген кісі сұрайды, сен неге жалғыз отырсың дейді. Сол кезде жаңа кісі айтады, жалғыздық жаман достан жақсырақ. Бірақ жақсы дос жалғыздықтан жақсырақ дейді. Арасында кейбір жағдайларда болады. Досың жаман болуы мүмкін. Бірақ сондай достың болғанынан жалғыз жүргеніңіз артық екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланың пенделерінің ішінде бір адамдар бар екен дейді. Олар шахидтер емес, олар пайғамбарлар емес. Бірақ солардың дәрежесіне қарап, Алланың алдындағы мәртебесіне қарап, періштелер қызығады дейді. Сонда сахабалар пайғамбарымыздан сұрайды дейді, жаңа кісілер кімдер ол? Сонша пайғамбарлар қызығатын дәрежесіне кімдер деп сұраса, олар бір-бірін Алла үшін жақсы көріп, достасқан, бауырласқан адамдар дейді. Бірақ ол кісілердің арасын туыстық қарым-қатынас байланыстырып тұрған жоқ. Яғни бір-бірімен қандас бауыр емес. Және бір-бірінің арасында ешқандай мал-мүлікпен байланыс болып тұрған жоқ. Бір-біріне сауда-саттықта, кәсіпте, жаңағы қарыз алып қарыз беруде достық емес. Тек қана Алланың разылығы үшін достасқан адамдар. Шын мәнінде олардың жүздері нұр болып тұрады дейді ертең қияметте. Үстерінен де нұр шашып тұрады дейді. Барлық адамдар төмен қарап қорқып тұрған кезде, дірілдеп тұрған кезде олар дірілдемейді. Барлық адамдар қорыққан кезінде олар ешкімнен қорықпай тұрады деген екен. Достықтың түріне байланысты Айтымбет деген шешен адамнан сұраған екен, достық нешеу деп. Сонда жаңағы Айтымбет шешен достық екеу депті. Қандай? Адал және амал. Амал достық және адал достық деген екен. Жалпы адал достықты өмірлік нұсқа десе, амал достықтың өрісі қысқа болады деп ол кісі қысқа ғана жауаппен қайтарған екен.